Көктем айларының алғашқы күндері болса керек. Қар көбесі әлі сөгіле қоймаған шақ. Сондықтан да қара суық өне бойыңды лезде қалтыратып жібереді. Жарықбай деген жасы 60-та алқымдап қалған кісі жеке көлігімен аудан орталығынан келе жатады. Қою қараңғылық онша түсе қоймаған кез. Айнала қарауытып тұрса да ел аяғы жата қоймаған. Көнелеу Жигули қара жолдың апшысын қуыра зулап келеді. Содан кабинада бір өзі елегізіп келе жатқан Жарықбайдың қалың тұт ағашының жанында жалғыз өзі бүрісіп тұрған жас қызға көзі түседі. Және бір қызығы, қыз елдің ішінде емес, айдалада бір өзі тұр. Ақшасы болмай ауылына жете алмай тұрған бейбақ шығар, ала кетейін деген оймен Жарықбай оның жанынан өтіп барып тоқтайды. Мойылдай қара шашы иығын жапқан аққұба өңді, бота көзді қыз өзінен едәуір жерге ұзап барып тоқтаған көлікке адымдай басып кіре береді. Саламатсыз ба, ағай, мені көл бастауға дейін ала кетпейсіз бе деп алдыңғы орынға жайғасады. Алсам ала кетейін, қызым, ауылдарың жолдың бойында ғой. Ол жақта кімнің қызы боласың деп Жарықбай жолаушына сөзге тартады. Басы жалаң бас, үстінде жұқа жемпірі бар қыз шынында да қатты тоңып қалыпты. Емін еркін сөйлеудің өзі ол қызға оңай соғып тұрмағандығы байқалады. Ұзақбайдың деді қыз шамалыдан соң өз-өзіне келе алмай қалшылдап. Әлгі ұзын тұра Ұзақбай ма, трактор айдайтын қыз, иә дегендей үнсіз басын изеді. Одан әрі көлік ішінде әңгіме онша өрбей қоймады. Жарықбай рульді мұқият ұстап көзін жолдан алмаса, жас қыз жаурағанын бас алмай қалшылдай береді. Одан әрі қызға жаны қатты ашыған Жарықбай жолдың шетіне Жигулин тоқтатып, үстіндегі костюмін шешіп, қыздың үстіне жабады. Қыз, рахмет ағай дегендей Жарықбайға мөлдіреген үлкен көздерін төңкере қарайды. Межелі жерге келгенде көлік иесі жолда мінген қызды көл бастаудан үйінің тұсынан түсіреді. Қыз, сізге үлкен рахмет деп жүре береді. Жарықбайдың құлағына кенеттен аттың шабысы естілгендей болады. Өйткені асфальтты тоқылдатып бара жатқан дыбыстың адамның аяғына емес, жылқының тұяғына ұқсайтыны ақиқат еді. Бойын әлде бір қорқыныш жайлаған Жарықбай үйіне келгенде костюмінің қызда қалып қойғанын бірақ байқайды. Бар құжат пен ақшалары да сол костюмінің қалтасында болатын. Ертесіне костюмімді ала қояйын деген оймен Жарықбай көл бастауда тұратын Ұзақбайдың үйіне бұрылады. Бір жақсысы Үзекен үйінде екен. Екеуі жылы амандасып шайға отырады. Жарықбай келген шаруасын айтады. Менде 3 жылдан кейін жалғыз қыздың болғаны рас деп Үзекен күрсіне отырып, төрдегі кілемнің жоғары жағына ілінген портретті көрсетеді. Үлкен портретте көздері жәудіреп тұрған кешегі қызды Жарықбай бірден таниды. Кеше менің көлігіме мінген тап осы қыз болатын деп ол қалай айқайлап жібергенін де байқамай қалады.